Сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clash.kz арнасы. Достар, жалпы мен бүгінгі тақырып мен айтпақшы видеолар шықпай кетті. Кешірімсің, шықпай жатқанына 2 күннен кейін конкурс болады. Видеоға түсіріп YouTube-ке беремін жеңімпаздарды. Сосын егер конкурсқа ұтпай жатсаңыздар, дизлайк басу және подписка жасаудың ешқандай қажет жоқ. Тағы да алдыда конкурстар болады, сондықтан сіздерге айтарым, конкурсқа қатысыңдар, бүкілдеріңіздің шанстарыңыз бар ұтуға. Ал біз видеомызды көрсетейік достар, және бүгін обновление туралы болады. Специал компаниясы бізге обновление туралы уәде берді. Сіздің 2 күн бұрын форумда шыққан болатын обновление туралы, және скриншотта көріп тұрғандарыңыздай обновлениеде не болады? Обновление дегенде жалпы қалай айтсам болады, ежедневный бонус дейді, күндік бонус. Егер сіздер мысалы подбор бар ғой, подборда не істесеңіздер, сол подборда 2 атаканың ішінде 5 жұлдыз алсаңыздар бонус береді. Ол бонус қайда сақталынады? Ол бонус крепость планында сақталынады болады. Себебі неге десеңіздер, себебі мысалы сізге атака жасаса хранилищені жаман тонайды ғой. Сосын мысалы қатып отыр сенсір. Мысалы сіздерде сборщиктерді де қатты ұрлайды. Мысалы 30 жоғары тұрса, сондықтан сол бонустар мына крепость клан ішіне сақталынады. Өйткені крепость кланада аз тонайды, 5-10% тонайды. Ішіндегі ақшаларды КВ-да алған. Және де сіздерге айтарым, ол бонус тек қана 1 рет болады. Бір күнде 1 рет, келесі күн тағы 1 рет деген сияқты. Ол бонус әлі айтылмаған, қанша беретіні. Айту бойынша ол бонус сіздің лигаңызға қарай. Қай лигада жүрсеңіздер, лига көп болса, бонуста көп болады. Мен өзім фарм соңғы жақсы шығып жүр, өте керемет. Сізге фурстарға көтерілгеніңізді сұраймын, себебі онда бұнда фарм өте керемет, нормально. Жалпы сондықтан да сіздерге айтарым, көтеріліңіздер. Менде уже стенаны дамытып тастадым, және 13-ақ стена қалды, 7-ші уровень. Сонда оны дамытсын, сосын уже бүкіл стена 7-ші уровень болады. Көріп айырмашылық бар шығар. Және де тағы да обновлениеда корзина лут деген зат жайында отыр, жатпа білмедім мен ол жағын. Онда, сізге бір атака жасаса, ол жағын мен шынымды айтайын, қатты түсінген жоқпын ол жағын. Сіздерге атака жасаса, сізді крепость кланнан тонаған ақшаңыздың 20%-ін қайтарып береді деп айтып жатыр. Мүмкін ол жағын енді обновлениеда көре жатармыз. Бұл ақпарат Supercell компаниясының официалдық сайтында шыққан, скриншотты көріп тұрмыз, және бұл болмауы да мүмкін, әйтпесе болуы да мүмкін. Ол туралы әлі нақты айтқан жоқ, сондықтан да басқа да өзгерістер болуы мүмкін. Егер сіздер обновление туралы, тағы да алдағы обновление туралы ақпараттарды білгіңіз келіп жатса, каналға тіркеліңіздер. Егер обновление туралы хабар болып жатса, мен сіздерге айтатын боламын. Және соңғыда сіздерге кланға шақырамын. WhatsApp-та группа бар, официалдық, шақырған болатын балалармен. Сол кланға кіріңіздер. Жалпы бізде КВ соңғыда нашарлап кетті, кәдімгідей шайылынып бітіп. Көтерілеміз, көтерілeceğiz. Біз маған балалар керек, TH9 жақсы дамыған, TH8 фул болып өткен немес, тағы да себебі крепостьқа донат беріп отыратын деген сияқты. Кеше дуэл болайын деп жатқан, бірақ дуэл шықпай қалып, не екен білмеймін, оларға басқа шықты, бізге басқа шықты. Қараңыздар, өте қызық. Мына жерде 10 деп тұр ғой, 10-шы TH7 деп тұр. Ішке кірсек TH8 көріп тұрғандарыңызда өте қызық, кәдімгі мен өзім таң қалып тұрмын. Мүмкін КВ бастағаннан кейін ратошысы үлкейген бай нәрсе болып тұр. Японстар кешегі ашылған гланодиум, сол
Және видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, реп жасаңыздар, достарыңызды каналға шақырыңыздар, конкурсқа қатыса отырыңыздар. Ал амандықта жүздескенше достар, сау саламат болыңыздар.